Қазір осы 3 саттан керемет лимонад жасайтын боламыз. Термомикспен. Бұл үшін бізге қабығы ашылып тазаланған 2 апельсин және де лимонның 1 кусогы ғана қажет болады. Және де 150 грамм қант және газдалған сусын салқын мұзды болуы қажет. Лимонадымыз салқын болуы үшін. Ең алдымен лимонымызбен апельсинімізді термомикстің осы шашкасына саламыз. Және де 150 грамм секер саламыз. Мінекей достар, секеріміз 150 грамм болуы қажет. Және оның үстіне мұзды, салқын, газдалған сусынымызды құямыз. Және оған осындай қақпақшасын жабамыз да 3 секунд 10 скоростқа қоямыз. Мінекей достар, 3 секунд болды. Мінекей достар, лимонад дайын. Және де термомикстің өзінің осындай сеткасын ішіне саламыз. Мінекей достар, енді оны графинге құямыз. Мінекей достар, біздің лимонадымыз дайын. Дәмі өте керемет, жасап көріңіздер, кеңес беремін.